Арнамызға қош келдіңіз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ақ сарбаз, аруақтар дүниесі. 6 саты халқының өмірі астрал және ментал параллель дүниелермен ашық қатынаста өтеді. Астрал және ментал денелер арқылы адам бұл дүниелермен қарым-қатынас жасай алады. Адамның барлық денесі оның өлмес жанының физикалық дүниедегі тіршілігін қамтамасыз ететін скафандр. Құдіретті өмір ұшқынының дәлірек атауы әмбебап ғарыш модулі. Бұл модульдің эволюциялық қоры әр тіршілік иесінің өмір деңгейі мен іс-қарекетін қамтамасыз етеді. Өткен ғұмырлар жайлы барша мәлімет әмбебап ғарыш модулінің жадында сақталады. Физикалық дүние астрал немесе жұлдыздар дүниесінің нөл деңгейлеріне ұқсайды. Астрал дүниесі бүгінгі ғылым мен әжептәуір зерттелген аса нәзік материядан тұрады. Бүкіл денелердің тіршілігі нәтижесінде адамның маңдайында аура деп аталатын тұрақты энергия өрісі пайда болады. Ол жоғары жиілік өрісіне сан алуан түске боялған сәуле түрінде көрінеді. Аура сапасы адамның эволюциялық даму деңгейлеріне тәуелді. Адам өзінің астрал және ментал денелеріне іс-әрекетінің салдарын мәңгіге таңбалайды және параллель дүниелердегі болашақ ғұмырын өзі айқындайды. Адамның астрал денесі оның физикалық денесінің көшірмесі болып табылады. Астрал дене бөлшектері физикалық дененің материялары арасында еркін орналасады. Сөйтіп бір дене екіншісіне кигізілгендей болып тұрады. Ментал, яғни ой өрісі, тіршіліктің энергия деңгейлерінің дүниесі болғандықтан иесін ешқандай пішінге шектемейді. Ментал дүние материясы астрал дүние бөлшектерінің арасына қалай жайғасса, ментал денеде астрал және физикалық денелерге солай жайғасқан. Ал ментал дененің өзіне әмбебап ғарыш модулі салынған. Таяз ойлар мен сезімдер параллель дүниелердің төменгі бөліктеріне орналасады. Ой сезімі неғұрлым жоғары болған сайын адамның астрал не ментал денесі энергетика айналасы мен соғұрлым жоғары көтеріледі. Параллель дүниелерде уақыт шиыршық бойымен жылжитындықтан физикалық уақыттың 1 минуты ішінде астрал дүниені мекендейтіндердің ондаған жылдары, ал ментал дүниеде жүздеген жылдар өтіп кетуі мүмкін. Бұл параллель дүниелердің бөлшектері физикалық дүниедегіге қарағанда әлдеқайда тез қозғалатындығымен түсіндіріледі. Астрал дүниенің төменгі деңгейінде әзірше физикалық дүниеде өмір сүрушілердің астрал денелері сондай-ақ нөл астрал денелерінен айырылып, физикалық дүниеде қайтыс болғаннан кейін алдағы тағдыры жайлы үкім тосып отырғандардың астрал денелері араласа қоныстанады. Өлген адам бірсыпыра уақыт физикалық дененің астрал егіздерінің арасында болады. Денесінің эфир, газ құрамдас бөліктері ыдырағасын адамның астрал дүниенің төменгі қабатымен байланысы үзіледі. Діни әдебиеттен белгілі бұл мерзім 7 күннен 9 күнге дейін созылады. Осы мерзімде жақындары марқұмның аруағы сияқты бір елесті көруі мүмкін, бірақ қайтыс болған жанды мазаламаған, тым қатты қайғыға салынбаған жөн. Келесі ғұмырына өткен жанды жоқтап, керіс шақыру мағынасыз, тіпті қатыгез әрекет. Себебі физикалық дүниені тастап шыққандар аяқталған ғұмырында жинақталған кармасының жеңілдегенін қалайды. Физикалық дүниеден қайтқандар 40 күн бойы үкім тосады. Үкімі шыққан аруақтар физикалық дүниенің қарапайым тұрғындарының астрал денелері өте алмайтын астрал дүниедегі өз бөлігіне өтеді. Биік дүниелерге шақырылғандар ғана астрал дүниенің тіршілік үшін тыйым салынған бөлігіне өте алады. Биік дүниелерге шақырылғандар ғана астрал дүниенің
тірілер үшін тыйым салынған бөлігіне өте алады. Қайтыс болғандардың астрал дүниесінің алғашқы 3 сатысы діни кітаптарда тозақ деп аталады. Әр саты өз кезегінде 3 шеңберге бөлінеді. Бұлар тозақтың әйгілі 9 шеңберін құрайды. Келесі 4-ші, 5-ші, 6-ші саты тазартқышты құрайды. Астрал әлемінің соңғы 7-ші сатысы Эдем, әдемі не жұмақ қақпасы деп аталады. Әр адам сапасы мен мықтылығы өткен ғұмырында атқарған істеріне сай 7 қабат астрал денесін өмір бойы қалыптастырады. Аруақ ретімен әуелі тозақ арқылы өтіп, оның әр сатысында астрал денесінің тиісінше қабатының беріктігіне қарай әртүрлі мерзімге кідіреді. Ауыр қылмыс жасағандардың астрал денелерінің төменгі қабаттары қалыңдап қатайып кететіндіктен бұл денелері әбден тозғанша ауыр азап шегіп тозақта қала береді. Ал аталған денелері жеңіл тіршілік иесі тозақ сатыларында ұзақ аялдамай тіпті кідіріссіз өте шығады деуге болады. 3 келісімнің біреуін ұстанып, оны толығымен орындап шыққан сенім иелері тазартқыштан тез өтіп, астрал дүниенің 7-ші сатысы Евнояға келеді. Бұнда бір жаратушыға ғана сенетін имандыларға қызық та мәнді жаңа өмір басталады. Әбден тозған, әсіресе дерт құрсаған денесінен босап шыққан адам өлім сәтінде еркіндіктің тілмен айтып жеткізгісіз қуанышын бастан кешеді. Астрал дене жеңіл және икемді болғандықтан ол өліп бара жатқан физикалық дененің қиналысын тіпті сезбейді. Адам өлім сәтінде еш қиналыссыз қасіретті сезбейді. Бір ғұмырдан келесі ғұмырға өтерде сан мәрте бастан кешкен бұл хал тіршілік иесі үшін табиғи да үйреншікті күй. Бұндай қиналыссыз уақытша өлім күйін адам күн сайын ұйқы кезінде физикалық денені тастап астрал дүниеге, ал одан кейде тіпті ментал дүниеге өткенде де кешеді. Діндерде айтылатын адам жанының ажалсыздығы туралы әңгіме негізсіз емес. Физикалық дүниені тастаған жанның астрал дүниедегі ең алғашқы сезімі өлім деген атымен жоқ дүниенің осыншама көркем жаратылысы үшін жаратқан иесіне деген шексіз разылығы мен махаббаты. Күйбің тіршіліктің құрсауынан босаған санада тәңір ырқымен жаратылған жаһанның шынайы құрылымы жарқ ете қалады. Астрал дүниеде жаңадан туған адам тастап шыққан физикалық дүниедегі мүшкіл халіне күле қарайды. Астрал дүниеде де дәл осындағыдай, бірақ әлдеқайда сан алуан табиғат, ландшафт, өзен, теңіз, мұхиттар бар. Астрал дүние тұрғындары өздері тастап шыққан физикалық дүниедегідей, сол физикалық дүниеде өздері қалыптастырған кармасына сай күрес пен еңбекке толы күн кешеді, сүйеді, шығармашылықтың қуанышы мен азабын татады. Алайда астрал дүниенің мүмкіндіктері физикалық дүние мүмкіндіктерінен әлдеқайда жоғары. Астрал дене физикалық денеге қарағанда әлдеқайда сезімтал болып келеді. Қапияда мерт болған немесе соғыста қаза тапқандар өздеріне не болғанын, неге өлі денелерін сыртынан көріп тұрғанын бірден түсіне алмай жатады. Біраз уақыттан кейін ғана өлімнің жоқтығын, өздерінің басқа дүниеде екендігін, нағыз өмірдің енді басталғанын түсінеді. Астрал дүниеде адамдар қайтыс болған жақын достары мен жауларын кездестіріп, оларға кармалық қарыздарын қайтарады. Астрал дүниеде ауыр сыннан тайқу, жердегідей сыр жасыру, жалған сөйлеу мүмкін емес. Кармасы ауыр жандардың астрал дүниедегі халі діни әдебиеттерде жақсы баяндалған. Қарапайым еңбек адамдары көбінесе астрал дүниедегі тіршілігін тура сол физикалық дүниеде өмір сүріп еңбек еткен жағдайларында жалғастырады. Параллель дүниелерге өтіп кеткендердің тағдырын, олардың материяда және рухани қарыздарын өтеу арқылы физикалық дүниеде қалған туыс жақындары едәуір жеңілдете алады.
Карма заңы бойынша адамның физикалық дүниедегі қарыздары толық өтелгенше параллель дүниелерде де қыр соңынан қалмайды. Физикалық дүниені тастап шыққан адам үшін қарыздарының 40 күн ішінде өтелуі өте маңызды. Себебі 40-шы күні астрал дүниеде әркімнің тағдыры шешіледі. Жерде өлген тіршілік иесінің бірде-біреуі қасиетті 40 күн өтпей астрал дүниені тастап кете алмайды. Бірін-бірі сүйген жандар барлық параллель дүниелерде бір-бірімен кездеседі. Сондықтан бұған кәдімгідей дайын болу керек те, физикалық дүниеден қайтқан жақын жанды сенбеушілік білдіріп кеудеден итеруге болмайды. Астрал дүниедегі адамның ғұмыры жер уақытымен есептегенде ондаған күннен жүздеген жылдарға дейін созылуы мүмкін. Астрал дүниедегі ғұмырын аяқтаған адам қайтадан өлгендей болып, күні біткен астрал денесін тастап шығады. Осы сәтте адамның астрал денесінен оның ментал денесі әмбебап ғарыш модулімен бірге бөлініп шығып, ментал дүние деп аталатын ой материясының дүниесіне енеді. Мұнда аруақ әр сатыда ментал дене қабаттарының мықтылығына сай мерзімге кідіре отырып, сатылар тізбегімен жоғары қарай өтеді. Ақ ниетпен өмір сүрген адам ментал әлемнің төменгі қабаттарынан шапшаң өтіп, ой өрісінің 6-шы, 7-ші қабаттарына көтеріледі. Бұл кіршіксіз идеяларға толы әсем дүниеде, физикалық дүниеде тек шабыт қанатына мінген сәтте ғана қолы жететін ләззатпен тұрақты қауышады. Ментал дененің физикалық дене мен астрал денеден айырмашылығы, оның әдеттегідей формасы жоқ. Адамның эгосын қаптаған энергия үйіндісі күйінде болады. Ментал дүниеде тіршілік иесі идеялар әлемінде өмір сүріп шығармашылық әлеуетін паш етуге керектігінің бәріне ие болады. Әлемдік діндерде ментал дүние ұжмақ ретінде белгілі. Бір ғана жаратушыға сенетіндер үшін ментал дүниедегі өмір имандылықпен өткізген ғұмырларының зейнеті. Олар махшар сотын ментал дүниеде жер уақыты бойынша мыңдаған жыл күтеді. Өлгенімен нөл астрал денелерін сақтап қалғандар клиникалық өлімнен кейін қарыздарын өтеу үшін биік күштердің еркіні мен астрал дүниеден физикалық дүниедегі өз денелеріне кері қайтарылуы мүмкін. Жердегі тірлігіне оралар алдында бұндай жандарға нұрлы тұлға жолығып, қайтарылуының себебін түсіндіреді. Олар кері қайтарылатынын, жанының санасынан астрал дүние туралы мәліметтің дененің өшіп, физикалық дүниедегі өміріне кедергі келтірмейтіндігін ғана қалдырады. Негізінен болашақ жайлы мәлімет өшіріледі, себебі бұл білім қарапайым жанға карма қарыздарын өтеуін қиындатуы мүмкін. Қысқа мерзімге ғана аялдаған әсем дүние жайлы еміс естеліктер бұл өмірлерінің, бұл адамдардың дүниетанымнан жақсы жағына өзгертеді. Олардың бәрі бұдан бұлай шынайы иман иелеріне айналып, нәпсәни ләззатқа ұмтылудан түбегейлі арылады. Бұлар енді өлімнен қорықпайды. Физикалық дүниедегі өмірінің жалғасуын жақындары мен қоғам алдындағы міндетті ретінде қабылдайды.